Осы бейнероликті соңына дейін көр және де мен айтқанды істе. Егер де соны істесең, мамыр айында міндетті түрде ақша табатын боласың. Баршаңызға сәлем достар, бүгінгі бейнероликта назарымызда Hamster проект Telegram бот. Бұл медийный адамдар уже барлығы айтып жатыр, что все мамыр айында міндетті түрде airdrop болады деп. Бірақ та одан бөлек өздерінің Telegram группасында тоже айтылып кетті. Telegram группада көріп тұрғанда 2 миллион 418 мың подписчигі бар. Енді мына жерде мынандай пост қалдырған болатын. Өздері поэтапно келе жатыр және де мына постты біз оқып кетейік. Майнинг биткоинов не зависит от баланса вашего кошелька, а зависит только от мощности вашей майнинг-фермы. Яғни достар, счетыңызда қанша монета бар екен, ол бізге маңызды емес, а маңызды прибыль в час деген сол жақты сіздерге прокачка жасау керек. И достар, міндетті түрде біз айтып кеткенде ақша бұл жақтан алатын боламыз. Төмен жақты оқысақ, дата листинга скоро деп тұр. Ал мына авасына қарасақ, енді март өтті, апрель өтті, и мына майды достап қарасақ, и қараңыздар, airdrop task деп тұр. Яғни міндетті түрде осы май айында бізде airdrop күтіп тұр. Мен ойымша бұл ол айдың соңында болады, примерно 20-30 число күндері. Сондықтан әлі уақыты бізде бар, кіріп осы монеталар фармит етіп және прибыль часты прокачкамен жұмыс істеңіз. Мына Telegram посттың сілтемесін описанияға қалдырып кетем. Кіресіздер и мына жақта бірінші тұрған Hamster командты сіздер таңдайтын боласыздар. Ботқа өтесіздер, играть в один клик дегенді басамыз, проект ашылады. Егер де сіздер мен сілтемем арқылы өтетін болсаңыздар, сіздерге тегін түрде 5 монета береді. Ал егер де премиум аккаунт болса Telegram, онда сізге 25 мың монетаны тегін түрде бірден береді. Сондықтан міндетті түрде сілтеме арқылы өтіңіздер. Жалпы бұл негізі тапылка, яғни бассаңыздар сіздерге осындай счет монета қосылатын болады. Бірақ та бұған маңызды нәрсе емес, бұған вообще көңіл бөлмей қойыңыз, а көңіл бөлеміз мына жақта майн деген бар. Осыған кіреміз и мына жақта неше түрлі карталар бар. Бұл карталарды бізге прокачка жасау керек. Яғни определенный сумма сіздер бұл левелін көбейтетін боласыз карточкан, ал соған көбейткен үшін сізге прибыль час тоже плюс қосылатын болады. 2228 монета мысалы ретінде айта кетсек. Менде қазір счетымда 6 миллион жиналды. Ендігі сәтте мен бұны карточкаларды прокачка жасау үшін құртатын боламын. Сіз де сөйтетін боласыз. Яғни монета жиналады. Бұл жақта сізге 3 сағат сайын кіріп отыру керек. 3 сағат сайын автоматически офлайн түрде ол майнинг жүріп отыратын болады. Потом 3 сағатқа жеткен кезде майнинг тоқтап қалады. Оны майнингті қайтадан іске қосу үшін сізге кіріп отырып осы жиналған монетаны алып отыру керек. Мысалы ретінде мен мына карточканы прокачать ететін болам. Қараңыздар, 2421 миллион құртатын болам, бірақ та маған бірден 4,5 монета прибыль час қосылатын болады. Получить дегенді басамын. И жоғары қарасақ, уже менде 370 болды. Екіншісі мысалы мынаған құртатын болам ақшаны. Тағы да сатып алсам болады екен. Счетта 1,5 миллион қалды. Бізде счетымызда уже 373 прокачка болды. Счетта 193 мың монета қалды, ал прибыль час бізде 376 болды. Яғни именно осыған назар аударыңыз. Осыны прокачка жасаңыз, осыны көбейтіңіз. Сол кезде airdrop сізге, егер де прибыль час көп болатын болса, airdrop міндетті түрде берілетін болады. Одан бөлек сіздер монетаны тез жинай аласыздар ежедневный награда арқылы. Күнделікті сіздер нақты отметка беріп отырсаңыздар, яғни клеймді басып отырсаңыздар, онда 10 күннен кейін сіздер 5 миллион алатын болсыздар 10 күні. Ал общий суммарно сіздер 7 миллиондай монетаны тегін түрде ошақтан ала аласыздар. Airdrop BingX биржасында өтетін болады. Сондықтан міндетті түрде BingX-те регистрация өтіп қойыңыздар. BingX-тің сілтемесі BingX биржасында регистрация өтіп және де верификация өтіп қойыңыз. Сілтемесін тоже описание қалдырып кетем. Менің сілтемем арқылы регистрация өтсеңіз, плюс сіздер мына жақта 50 мың монетаны тоже тегін түрде бірден ала аласыздар. Airdrop дегеніміз не десеңіздер, ол мысалы белгілі бір токені, соның бөлігін активность көрсеткен адамдарға беріледі. Мысалы біз активность көрсетіп жатыр, фарминг, майнинг жасап жатыр. Сол үшін бізге активность көрсеткен үшін бізге өздерінің бөлік токен беріледі. Airdrop біткеннен кейін олардың токендары листингқа шығады. Яғни белгілі Binance, Bybit немесе мысалы ретінде осы именно Hamster комбат жайлы айтатын болсақ, онда BingX-та оларда листинг болатын болады. И листинг болған кезде біз бағанағы берген airdrop арқылы берген монеталарды
біз долларға или кез келген криптовалютаға ауыстыратын боламыз. Яғни уже бізде құны болатын болады сол токеннің, и біз өз табысымызды Каспи Голдқа шығарып аламыз. Бұл проекттің болашағы бар. Бізге тек қана керектігі уақытымыз бөлу ғана. Ал бұлай без вложения, салымсыз түрде, сондықтан міндетті түрде кіріңіздер. Егер де бірінші рет интернеттен ақша тапқыңыз келсе, онда осы проекттен бастауға сізге ұсынамын.